мақтап жүрген қазақтар Ресейді ойбай керемет мықты ел анау мынау деп өздерің көріп жатсыңдар. Терактты да өздері жасауға көшкен анау мектептегі жағдайды естіп жатқаншасыңдар. 15 жастағы баланы 4 жаста мектеп оқитын баланы пышақтап өлтіріп тастаған, охранникке шабуыл жасаған. Бұндай нәрселер әлі де көп еді. Қазір Тәжікстан президенті де бұл бойынша әділ шешім шығарыңдар деп өзінің үндеуін қатқан. Мигранттар көп Ресейде, олардың қақтығыстар, ұлтаралық қақтығыстар болады, болмайды емес. Себебі өздері соған провокация жасап жатыр деген сияқты. Алдағы уақытта Ресейдің тағдыры мына әрекеттерін қоймайтын болса 5-6 мемлекетке бөлінеді де кетеді. Сол кезде қазір ой Ресей мықты соғыстан Украинаға қарсы соғысты қолдап отқан адамдар не айтады екен? Қай көттеріңді жалайсыңдар айтыңдаршы вот маған. Қазақстанда билік ауысады, жастар келеді билікке. Қазіргі СССРде туғандарды, билікте отырғандардың барлығы қуат, бала шағасына дейін қуат. Өздері де қашады басқа мемлекеттерге. Олардың 2 азаматтығы бар, 3 азаматтығы бар. Сендерді ешкім ойлап отқан жоқ қой. Сондықтан ақыл тоқтататын уақыт келді.